Қайырлы күн, Әли. Өткен сабақта біз сенімен жыл мезгілдерімен танысқан болатынбыз. Бүгін біз сенімен қыс айларымен танысамыз. Бірақ тақырыпты бастамас бұрын менімен бірге тілдік жаттығуды жасап көр. Менің артымнан қайтала. Ар, жапалақтап қар жауар. Ап, кидім қолға қолғап. Ла, балалар соқты ақ қала. Ұз, көл бетіне қатты мұз. Енді қыс айлары туралы мәтінді мұқият тыңдап түсініп ал. Қыс айлары: желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыста күн суық болады, қар жауады, аяз болады, боран соғады. Күндіз балалар қармен ойнайды, шаңғы, шана тебеді. Қыста түн ұзақ, күн қысқа болады. Мәтінді мұқият өзін оқып шық. Түсінгеніңді айтып көр. Сонымен қыс айларына қандай айлар жатады екен? Тағы да менің артымнан қайтала. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Бұл қыс айы. Қыс мезгілінде 3 ай бар. Қайталап айтамын. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Осы айларды есіне сақтап ал. Енді Оспанәлі Иманәлиевтің қыс өлеңін әдемілеп оқып жаттап ал. Құлақтарын үсіктен шынықпаған қай бала? Осы болар қыс деген, айтсақ жауап жай ғана. Осы өлеңді мұқият оқып, мәнерлеп оқып, жаттап ал. Жақсы ма, Әли? Келесі кездескенше сау бол.